Қайырлы күн достар. Міне біз келдік. Қордай ауданы Ара ауылына 180 орындық орта мектебіне Жамбыл облыс әкімдігінің құрылыс басқармасы коммуналдық мемлекеттік мекемесі тапсырыс беруші, бас жобалаушы Архдистрой, бас мердігер мекеме Темір строй сервис ИКО. Авторлық қадағалаш Альфа Project, техникалық қадағалашы Мегалиты Алматы деп тұр. Құрылыстың басталуы 20 сәуір 2021 жыл дейді. Жыл-жыл бұл негіз ауылда мектеп бар ма? Мектеп бар. Бірақ ол не жақта, төмен ескі ғимарат, приспособленное здание. Сол осына ұсыныс болған. Құрылыс бөлімі жобаласымен құжаттама әзірленді. Сол ұсыныс берген кезде қазір бүткіл мектептер облыс тарапынан қаржы бөлінетін, құрылысы жүргізетін болғаннан кейін қазір тапсырыс беруші құрылыс басқарма, облыстық құрылыс басқармасы. Сол себептен құрылыс биыл басталды. Жалпы жобаның құны 720 миллион. Қазір мердігер ақтап, биылғы жыл 100 миллион теңге қаражат бөлінді құрылысты жүргізуде. Мердігер компаниясы жұмыс бастап. Аға, сіз кім боласыз? Мен прораб осы жерде. Прорабсыз, осы жерде. Аты жөніңіз кім? Мұрат. Мұрат, көрейік құрылыстың сапасын, жұмысын, қауіпсіздік шараларын, өйткені қанша дегенде құрылыс болғандықтан қауіпсіздік шаралары қадағалану керек. Міне, мынау менің түсінігімше бұл сейсмопояс қой анау? Тұрады. Фундаментпен мынау несі? Темірлен айтам. Колонна. Ригель, колонна. Рама. Рамалар. Алейкум ассалам. Мынау мектеп 180 орындық. Основной негізгі мектеп 3 блоктан не болады? Тұра ма? Құрады. Бірінші блок, учебный блок, мынау екінші блок, спортзал. Ана жерде не болады? Мынау учебный, үшінші блок, учебный блок. Учебный блок. Қазір мынау фундамент көзіп жатыр. Фундамент көзіміз еді перегрузы. Жүн сабақ бар, көрейік. Бетон құйылу сәті. Сұрақ сізге осы жердің прораб ретінде. Бірінші мен сұрағым, неге осы мынау тікелей кранмен жұмыс істеп жатқандардың ешқайсысына каска жоқ? Бастарына бірдеңке құласа несі? Екінші, неге олардың униформалары жоқ? Каскасы бар. Кәні каска? Енді жұмыс қой бұл. Қазір мына оқыс оқиға болса, басқа болса, не істейсіз ал, айтыңызшы? Алла сақтасын енді, но сақтанған құлай сақтайды, тәртіп болу керек қой. Түсіндіріп, таңертең айтып жатырмыз. Но енді тәртіп жоқ қой. Сақтану керек қой. Каскасы кейінгі бар болмаса. Бәрінде де бар каска. Міне, тура тікелей жоқ. Мынау енді құрылыс басқармасына мен сауалым жолдаймын. Неге униформамен осы каскалар берілмеген? Өйткені техникалық қауіпсіздік ешқалай сақталып жатқан жоқ. Міне, тікелей көріп тұрмыз.
Мына жақта сақталу нелері қаралмаған, сақталу керек. Бәріне міндет бірдей. Ары қарай. Міне несін өзі қалап жатыр кірпішін. Қай мемлекеттің азаматтары екен? Сұрайық. Қай мемлекеттің азаматтарысыздар? С какой страны вы? Самарқан. Самарқаннан. Жерге бар ма жақты? Иностранцы. Да. Жоқ. Әңгімесінен сөзінен естіп отырып қой. Жылғы дейші. Қалжың емес қой. Құрылыс басқармасы осында құрылыс объекттеріңізде шетел азаматтарының жұмыс істеуіне және олардың қаншалықты рұқсаты бар, қаншалықты мемлекетке салық төлеп отыр осы құрылыс компаниялардың. Демесе арзан қол осы жергілікті халықты жұмысқа алмай, осындай Самарқаннан басқа жақтан келген азаматтарды жұмысқа салып, былай айтқанда арзан қолмен жұмыс істеп жатыр. Осы бойынша маған нақты жауап берулеріңізді сұраймын. Рахмет.